Армысыз ардақты ағайын. Трассаларды бір жолақтыға дейін тарылту қаншалықты дұрыс, мұндай қадам жол апаттарын азайта ма? Ал орташа жылдамдықты бақылау жүйесін енгізгеннен кейін не өзгерді? Жол көлік оқиғасы төмендеді ме? Қанша адам айыппұл арқалады? Осындай жылдамдық шектеу болатын трассалар көбейе ме? Электроскутерлер мен электрлі велосипедтерді айдау үшін жүргізуші куәлігі қажет пе? Мұндай қос дөңгелекті көліктерде мопедтер сияқты тіркеу керек пе? Оларға жаяу жүргіншілер жолымен жүруге бола ма? Өзекті ақпараттар дәл қазір. Мұқият болыңыздар. Көлік жүргізушілер үшін маңызды ақпарат. Қазақстан полициясы тас жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа тәсілін ойлап тапты. Олар енді қала сыртындағы жолдарды тарылтпақшы. Әуелі тәртіп сақшылары қауіпсіз жол жедел іс-шарасы аясында трассалардағы қауіпті жол бөліктерін анықтаған. Себебі кейінгі кезде әсіресе осы қала сыртындағы жолдарда апат жиілеп кеткен көрінеді. Сол үшін құзырлы орган қауіпті жол бөліктеріне арнайы жол белгісі мен қоршау орнатып, трассаның жүріс бөлігін тарылтады. Бұл әдіс батыс елдерінде жиі қолданылады екен. Министрліктің пайымынша тар жолда жүргізуші автоматты түрде жылдамдықты азайтып, мұқият болады. Бұл трассадағы қауіпті азайтады деп мәлімдеді ішкі істер ведомствосы. Полицейлердің әлеуметтік желіде жариялаған видеосынан жолдың тарылған бөлігінде полиция көлігі кезекшілікте тұрғанын көруге болады. Олар өтіп бара жатқан көліктің жүргізушісімен қысқаша сөйлеседі. Сөйтіп, сақшылар рульдегі азаматтың шаршамағанына, сондай-ақ әрі қарай жол жүре алатынына көз жеткізеді. Как это работает? На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Полицейлер жаңа тәсілдің мақсаты жүргізушілерді бақылау емес, апаттың алдын алу екенін айтады. Министрлік жолдағы тәртіпті қамтамасыз ету үшін дрон мен жасырын патруль қызметінде кеңінен пайдаланбақ. Сіздің мұндай экспериментке көз қарасыңыз қандай? Бұл дұрыс па, жоқ па? Неге олай ойлайсыз? Комментарийге жаза отырыңыздар, бірге талқылаймыз. Ал орташа жылдамдықты бақылау жүйесін енгізгеннен кейін жол көлік оқиғалары 8%-ға азайыпты. Бұл жайлы Қазавтожол құлағдар етті. Негізі халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі биылғы көктемнен бастап іске қосылды. Осылайша 17 наурыздан жолдардың түзу учаскелерінде арнайы камералар жұмыс істеп, олар жүрген қашықтықты жүріп өткен уақытқа бөлу арқылы жүргізушінің орташа жылдамдығын есептеуге кірісті. Сол уақыттан 24 сәуірге дейінгі аралықта жүргізілген талдаудың нәтижесі бойынша камералар орнатылған жол учаскелерінде жол көлік оқиғаларының саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8%-ке төмендегені анықталды. Сонымен қатар сол 1,5 айға жуық мерзімде жарақат алғандардың саны 29%-ға азайған. Бұл жол қозғалысы қауіпсіздігінің артқанын көрсетеді деп жазды Қазавтожол. Мамандардың айтуына қарағанда, орташа жылдамдықты бақылау жүйесі жүргізушілердің тәртібіне оң әсерін тигізуде. Олар белгіленген жылдамдықты жиі сақтап, жол көлік оқиғаларының тәуекелін айтарлықтай төмендетуде. Соның нәтижесінде жолдардағы жарақаттану деңгейі азайып жатыр екен. Естеріңізге сала кетейін, орташа жылдамдық Астана-Щучинск, Астана-Павлодар жол учаскелерінде бақыланады. Мұнда сағатына 140 шақырымнан асыруға болмайды. Ал Шымкент-Қызылорда мен Шымкент-Тараз трассаларында жылдамдық шектеуі 110 км/сағатқа тең. Сонымен қатар Шымкент-Тараз, Павлодар-Семей-Қалбатау, Орал-Ресей шекарасы, Павлодар-Ресей шекарасы жол учаскелерінде жылдамдық шектеуі енгізілген. Ал алматылық курьерлер мопедтерді міндетті тіркеу енгізілгеннен кейін жаппай электроскутерлерге, электромопедтер мен электрлі велосипедтерге ауысып жатыр. Мұндай көлік құралдарын пайдалану Қазақстанда
қалай реттеледі? Және қос дөңгелекті көліктер мен жаяу жүргіншілер жолымен жүруге бола ма? Бұл сұрақтарға жауап алу мақсатында Тенгриньюс тілшісі Ішкі істер министрлігіне сауал жолдаған. Ведомствоның редакцияға жіберген хабарламасына сенсек, электроскутерлер және осыған ұқсас басқа да көлік құралдары мопедтерге теңестірілген. Мопедтерге сондай-ақ макиктер, скутерлер және осыған ұқсас техникалық сипаттамалары бар басқа да механикалық көлік құралдары теңестіріледі. Яғни, сұраныста аталған барлық көлік құралдары тіркеуге жатады және оларды басқару үшін А1 немесе Б санатының кез келгені бойынша жүргізуші куәлігі қажет деп хабарлады Ішкі істер министрлігі ресми жауабында. Заңға сәйкес мопедтер механикалық көлік құралдарына теңестірілген және олардың тротуарда жүруіне тыйым салынады. Тиісінше, бұл шектеу электроскутерлер мен электромопедтерге де қолданылады. Сонымен қатар қозғалтқышы бар велосипедтерге қатысты да арнайы тыйым белгіленген. Заңның 57-ші бабына сәйкес олармен де тротуар мен жаяу жүргіншілер жолымен жүруге болмайды деп толықтырды Ішкі істер министрлігі. Елімізде әйелдер вагоны қызметі көрсетілетін бағыттардың жалпы саны 12-ге жетеді. Жолаушылар тасымалы 1 маусымнан бастап Орал Маңғыстау бағытындағы пойыз құрамында әйелдер вагонын іске қосады. Ондағы билеттер тек әйел жолаушыларға сатылады, ал қызмет көрсету міндетін арнайы дайындықтан өткен әйел жол серіктері орындайды. Сонымен қатар бұл вагонда 7 жасқа дейінгі ұл балалардың бірге жүруіне рұқсат берілген. Билеттерді вокзалдағы кассалардан сатып алуға болады. Бұл кезде касса қызметкеріне әйелдер вагоннан орын таңдағыңыз келетінін алдын ала айту қажет. Сондай-ақ ресми сайттан онлайн сатып алуға мүмкіндік бар. Ол кезде билеттің әйелдер вагонына тиесілі екенін білдіретін ЭВ белгісіне назар аудару керек. Абай болыңыз, Қазақстанда ауа райы бұзылып, күн күрт суытады, тіпті үсік жүру мүмкін. Синоптиктердің айтуынша, бұған дейін ел аумағында жаңбыр мен найзағай тудырған циклон алдағы күндері Қазақстан аумағынан шығып кетеді. Оның орнына антициклон келеді. Ол жауын шашынның тоқтауына және ауа температурасының күрт төмендеуіне әкелетін көрінеді. Мамандар күн райының суытуы алдымен еліміздің батыс өңірлерінде басталып, кейін солтүстік, шығыс және орталық аймақтарға таралады деп болжап отыр. 29 мен 30 сәуір күндері Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Қостанай облыстарында түнгі уақытта үсік жүреді. Ал 30 сәуір мен 1 мамыр аралығында Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Ұлытау және Абай облыстарында ауа температурасы 0-ден төмен түседі деп күтілуде. Ал бұған сіз не дейсіз? Ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті шығарылымына лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.